Сәлеметсіздер ме балалар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы, сабақтың тақырыбы телғара. Сабақтың мақсаты көптік мәнді есімдермен танысу, Абай жолы романының үзіндісімен танысу. Көптік мәнді есімдер. Көптік мәнді есімдер деп затты жеке даралап атамай, оның жиынын тобымен атайтын зат есімдерді айтамыз. Собирательные имена числительные не называют предмет индивидуально, а называют его группу. Например, я пойду в магазин и куплю рис. Когда мы слышим слово рис, мы не представляем, что там одна штучка, да? Мы знаем, что там много его. То есть рис – это собирательное имя существительное. Жұп-заттар – парные предметы. Аяқ, қол, көз, құлақ. Мы когда слышим құлақ, мы уже знаем, что у нас 2 уха, көз, 2 глаза. Шаңғы, лыжи, бәтеңке, сапоги. То есть те предметы, которые идут в парах. Сұйық заттар, жидкости. Айран, кефир, чай, шырын, сок, су, газ тектес заттар, газообразные предметы. Озон, тұман, түтін, дым, бу, ұнтақ ұйысқан заттар. Ұнтақ это крупы. Жаңағы күріш, шаң, жусан, шаш. Те предметы, которые идут уже во множественном числе. Шаш, мы знаем уже, что его много. Шам, пыль. Там не одна пылинка, да, будет, а ее много. Дерексіз заттар. Абстрактные имена существительные. Ақыл, қайғы, алғыс. Ақыл, ум, қайғы, печаль, алғыс, благодарность. Өткенде айтқандай, как мы говорили, ой, махаббат. Табиғи бөлшектенбейтін заттар. Те природные предметы, которые не разделяются. Алтын, золото, қола, бронза. Жаратылыс құбылыстары, природные явления. Буран, жаңбыр, дождь, қар, снег, жел, дождь. То есть собирательные имена существительные не называют предмет каждый индивидуально, а называют его группу. Оқулықтағы в учебнике 16 бетте 6 тапсырма берілген. Оны дәптерде орындайсыздар. Бүгінгі күнін жазыңыздар. Қыркүйектің 11-і. 6 тапсырма. Берілген зат есімдерден көптік мәнді есімдерді тауып жазыңдар. Напишите, вам даны имена существительные, вам необходимо найти собирательные имена существительные и записать их в тетради. Сол сөздерді қатыстырып сөйлем құрыңдар. С этими словами вам необходимо составить предложение. Енді сабақтың екінші мақсатына жету үшін телғара деген мәтінімен танысайық. Для того, чтобы достичь нам второй цели, нам необходимо прочитать отрывок телғара. Телғарада біз Абайдың анасы мен әжесімен кездескен сәтімен танысамыз. Егер қайтқанда бөлімінде біз Абайдың әкесімен кездескен оқыдық, мұнда біз Абай анасы мен әжесімен кездескен сәтін көреміз, байқаймыз. Жаңа сөздер. Қалашылар городские, қартаң старая, ұмтылысқан стремилась, сағыну скучать, есептеп считать. Здесь идет значение думать. Ұйғару предполагать, кезек очередь, бауырына басу обнимать, маңдай лоб, құшақ объятие. Мәтінді оқып шығыңыздар, прочитайте текст. Если что-то непонятно, обращайтесь ко мне, я помогу вам.
Енді мәтін бойынша екінші тапсырманы 17 бетте берілген екінші тапсырманы орындаймыз. Ауызша. Устно необходимо выполнить второе упражнение на странице 17. Не отправляем ответы. Мәтінде Абайға деген сағыныш қалай білдірілген? Как показана тоска Кабаю в тексте? Әжесі Зере Абайды қалай еркелетеді? Как приласкала бабушка Зере Абая? Сол сәтті мәтіннен тауып оқыңдар. Найдите этот момент с текста и прочитайте его. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Рахмет, сау болыңыздар. Сіздерден кері байланысты күтемін. Әрбір берген жауапқа формативті бағалау қойылады. Ребята, я жду от вас обратной связи. Для того, чтобы получить высшую формативную оценку, необходимо выполнить полностью 2 задания. Ну и, конечно же, чтобы не было ошибок. Будьте внимательны. Сіздерге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.